Бүгінгі әңгімем Ұлы Отан соғысы туралы. Өздеріңізге белгілі, 1941 жылы 22 маусымда фашисті Германия соғыс жарияламай кеңес мемлекетіне баса көктеп кірді. Ол кезде кеңес мемлекетінің бір бөлігі біздің Қазақстан еді. Жаппай халқымыз елімізді қорғауға аттандық. Кейбір деректер бойынша майданға 1.200.000 қазақстандық аттаныпты. Сол сұрапыл соғыста 600.000-630.000 біздің қазақстандықтар қаза болған. Соның ішінде жарадан өлген, хабарсыз жоғалып кеткен, бәрін қосқанда міне 600-630.000 екен. Бұл үлкен шығын. Енді халқымыздың санымен санағанда сол кездегі шамамен халқымыздың 11% екен. Қаза болып жоғалып кеткен, жарадан өлгендер. Бірақ та қандай қиын болса да, кеңес халқы, соның ішінде Қазақстан халқы жеңіп шықтық. Өте жаппай ерлік көрсетіп, біздің ата-бабаларымыз жүздеген, мыңдаған, миллиондаған орден, медальдармен марапатталды ерліктері үшін. 500-ден астам қазақстандық кеңес одағының батыры болды. Соның ішінде өздеріңіз білесіз, біздердің қыздарымыз да бар. 2 рет кеңес одағының батыры алған азаматтарымыз да болды. Бұның бәрі жаппай ерліктің арқасы деп білу керек. Бірақ та соңғы кезде біз 9 мамырды Ұлы Отан соғысы деп, жеңіс күні деп атап өтсек те, соңғы кезде кейбір біздің азаматтарымыз әлеуметтік желіде бұл жеңіс күні емес, бұл қайғы күні, день скорби, бұл Ұлы Отан соғысы емес, екінші дүниежүзілік соғыс деп айтып жүргендер бар. Не мақсатпен айтып жүргендерін мен түсінген жоқпын. Міне өздеріңіз тыңдаңыздар. Что-то напрягать начинает все это победобесие, что сейчас творится в Казахстане, поэтому записываю это видео. Все, что я буду говорить, это подтвержденные историками факты, можете сами их проверить, в принципе, поэтому погнали. Никакого Дня Победы в Великой Отечественной войне не существует, потому что не существует такой войны, как Великая Отечественная. Есть Вторая мировая война и есть День скорби по погибшим из-за бездарных амбиций вора в законе по кличке Коба, он же Иосиф. Бұндай пікірмен мен келіспеймін. Біріншіден, фашистік Германия жалғыз Германия болған жоқ. Соғысты бізге 22 маусымда баса көктеп кіргенде. Оған дейін 1,5-2 жыл бұрын мына фашисті Германия Европаны жаулап алған. Соның ішінде Франция, Норвегия, Дания, Нидерланды, біз оны Голландия дейміз, Бельгия, тіпті Греция, осы мемлекеттер бар. Бұны жаулап алғанда бұлардың экономикасы бәрі фашисті Германияға жұмыс істеді. Және мынау фашизм деген ол ауру тез тарайтын. Бұл мемлекеттерде, бұл халықтарда, жаңағы басылып қалған халықтардың арасынан да фашистер шығып, бұлар жаңағы Германияның қол астында соғысты. Осыны білу керек. Бұдан кейін мына фашистік Германияның одақтастары болды. Ол Италия және Япония. Бұдан басқа да одақтастары болды. Өздерінің әскерлерімен соғысқа араласып соғысқан. Ол мынау Венгрия, Румыния, Болгария, Финляндия, Хорватия, тағы басқа мемлекеттер. Яғни фашистік Германия бізге жалғыз кірген жоқ. Ал бұл мемлекеттер, қолдаған мемлекеттер, бұлар жеңіліп қалған мемлекеттер. Енді бұлар қалай айтады? Ұлы Отан соғысы деп айта ма? Өздерінің жеңіліп қалғандарын, француздар мысалы. Жоқ, бұлар 2-ші дүниежүзілік соғыс дейді. Сөйтіп бұлар бүкіл Европаның жаңағы экономикасын жұмылдырып, адамдарын жұмылдырып, бізге Европа 1941 жылы соғысты хабарламай, жарияламай бастаған еді.
153 дивизия. Соның кем дегенде бір 35-і бұл моторизованный дейді. То есть танк дивизиялары. Темірден құрсау жасап, жаңағы жұдырықпен келген. Соған біздің ата бабаларымыз қарсы тұрып, елімізді қорғап қалдық. Ең бастысы, біз жеңісімізді неге біреуге беруіміз керек? Француздар жеңдік деп айта алмайды. Немесе басқа жаңағы жеңіліп қалған мемлекеттер. Ал біз өзіміздің жерімізді қорғап, Европаны фашизмнен біздің ата бабаларымыз босатты. Фашизмнің ұлты жоқ. Бірақ та бұл ауру тез тарайтын ауру. Осыны біз тосқауыл қойып, Европаның өзін жаңағыны азат етіп фашизмнен. Осыны істеген біздің ата бабаларымыз. Неге біз екінші дүниежүзілік соғыс дейміз? Ол елімізді қорғаған біздің ата бабаларымыз. Біз ұлы отан соғысы дейміз. Басқалар айта берсін, екінші дүниежүзілік соғыс деп айтпайтын басқа оларда варианты жоқ. ақш, Австралия, Канада, басқалар олардың жерлерінде соғыс болмаған. Жалпылап айтқанда. Енді бір жерінде айтады, ана бізге көмектеспесе ақш, мына қару жарақпен, азық түлікпен біз жеңіліп қалу үшін едік дейді. Оны Алла біледі, жеңілеміз бе жоқ па? Мынау ленд-лиз, ол мынау ақш немесе басқа мемлекеттер қару жарақпен бізді аяғаннан көмектескен жоқ. Ол өздерінің жағдайларын ойлап отыр. Ертең кеңес мемлекеті фашистік Германияға бүкіл Европа болып жабылып келген, біз жеңіліп қалсақ, ертең не ақш-та, не Ұлыбритания, не басқа да мемлекеттер қарсы тұра алмаушы еді. Олар өздерін ойлап бізге көмектескен. Сондықтан бұл жағынан ешқандай жомарттық оларда жоқ. Өз бастарын ойлады олар. И соңғы бір айтатыным. Егер де фашистік идеология болмаса, егер де бізге соғыс 22 маусымда 41 жылы ашпаса, баса көктеп кірмесе, біз кеңес мемлекеті бастаймыз ба соғысты, бастамаймыз ба? Ол бастайды деген, ол кейбіреулердің Суворов сияқты тағы да басқа білімшілдердің өзінше айтқан пікірлері. Біз бастаған жоқпыз соғысты. Ал 41 жылға дейін жағдай, ол енді әлемдік жағдай, әлемдік тарих. Сондықтан біз өзіміздің жеңісті біреуге қардан қарап бере салмауымыз керек. Өзіміздің тарихты өзіміз сызбауымыз керек. Ата бабалардың істеген батырлық, ерліктерін біз аяққа баспауымыз керек. Сондықтан 9 мамыр бұл ұлы отан соғысы. Бұл ұлы жеңісіміз.